Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын және дәмді болып шығатын салаттың түрімен бөлісемін. Бізге ең алдымен керегі қайнатылған соломка қылып туралған тауық еті, қияр, жұмыртқа және де консервіленген жүгері. Тұзымыз бен майонезімізді қосып, салатты жақсылап араластырамыз. Салат 5-ақ минутта дайындалады және дәмі өте керемет болып шығады. Өте дәмді, өте тойымды салат. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма подписка жасап, видеоға лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.